Мынау Иран мектебіне түскен зымыраннан қаза тапқандардың жерлеу рәсімі. Минап қаласындағы Шаджаре Тайебе қыздар мектебі 28 ақпанда зымыран шабуылына ұшыраған. Бұл қала Иранның оңтүстігінде орналасқан. Билік мәліметінше 168 адам қаза тапқан, тағы 96 адам зардап шеккен. Жергілікті прокурордың мәліметінше құрбандардың басым бөлігі мектеп оқушылары. Қара жамылған туыстар, көз жасы тыйылмаған аналар, тізілген табыттар. Қабірлер бірінің қасында бірі қазылған. Қала халқы аза тұтып жиналғандар Америкаға өлім, Израильге өлім деп ұрандатты. Бақ мәліметінше мектеп Ислам революциясы сақшылар корпусының базасына жақын орналасқан. Бұл нысанға бұған дейін де соққылар жасалғаны белгілі. Ал Израиль тарабы әскеріміз мектеп маңында қандай да бір операция жүргізгені туралы ақпараттан бейхабармыз деп отыр. ақш мемлекеттік хатшысы Марко Рубио болса, Америка құрама штаттары ешқашан мектепке әдейі соққы жасамас едік деп мәлімдеді. Ақпараттың жай-жапсары алда ашылады. Алайда есте ұстайтын бір сөз бар. Карталар мен штабтарда басталған соғыстың салмағын қарапайым халық көтереді.